Ораза оқуға әсер етіп жатыр. Ұстаздар түн ұйқысы қанбаған, әрі қарны тоймаған бала сабақта делсал болып отырады деп дабыл қағуда. Қасиетті Рамазан келгелі партада ұйықтап қалатындар көбейді. Ондай балаға білім қонбайтыны анық. Шариғаттағы балиғат жас туралы имамдар мен мамандар не дейді? Тілшін тыңдайық. Балиғат жасқа толған әр бала 5 парызды орындауға міндетті. Алайда мектеп мұғалімдері ораза кезінде оқушылар сабаққа салғырттық танытып, ұйықтап қалатындардың қатары тым көбейіп жатыр деп дабыл қағуда. Олардың айтуынша ата-аналар баланың аузын бекітпес бұрын сабағына назар аударса екен деген ескерту айтуда. Қазіргі күнде мектеп оқушыларының әсіресе бастауыш сыныптардан бастап ұстайтын балалар бар. Ал ол шын мәнінде айтатын болсақ, ол сабаққа үлкен кесірін тигізеді. Өйткені бала таңертеңгі сәресіден кейін, ол ертеңгі бірінші ауысымда оқитын бала болса, ол ұйықтап алайын дейді да, ұйықтап қала береді. Ата-анасы жұмысқа кетіп қалады. Тіпті сабақтың үстінде ұйықтап отыратын балалар бар. Ол оқушыны оятып көріңіз. Аш бала ашушаң келеме шала бүлінетін көрінеді. Аузының беріктігін бізге міндетсімесін дейді мұғалімдер. Ал бұған қатысты мүфтият не дейді екен? Кімде-кім балағат жасына толған болса, ауырмаған, дені сау болса, сапарда болмаған адамдарға ораза айын көрген кезде, яғни Рамазан айын көрген кезде ораза ұстасын деп Алла тағала әмір етеді Құранда. Ең бірінші, ең алғашы алдыңғы қатарда бізге ескеретін дүние, біз еліміз білімге көп көңіл бөлуіміз керек. Құранның алғашқы сүресі оқы деп түстемес пе? Балаға бірінші білім алу керектігін бас мүфти де басып айтты. Енді көшедегі Қарашаның да пікірін тыңдап көрейікші. Мен негізі қарсымын. Өйткені ол бала ғой. Баланың балалық шағы болу керек. Солай емес пе? Мұсылмандар айтады өзі балиғат жасы дейді. Балиғат жасы деген 13 жас. 13 жас дегенің меніңше ол бұрындар айтылған шығар. Адамында 5 парыз бар ғой. Ол 5 парызды ұстау керек. Ол жас бол, үлкен бол, кіші бол, бәріні бірдей. Сол себепті ұстауға дұрыс. 12 жасынан ораза ұстағандардың бірі жеңіс. Дене шынықтыру сияқты сабақта мұғалімдер түсіністікпен қарайды дейді. Оразаны 7-ші сыныптан бері ұстап жатырмын, және 3 жылдай өтті. Ең бірінші ораза ұстаған кезде ол маусым айына түсті, және кішкене қиын болды, бірақ қазір ол наурыз айына түскендіктен кішкене жеңілдік берді. Және біз сыныпта бір 10 шақтай бала ораза ұстап жүрміз. Енді мұғалім сабақ айтқан кезде ұйқым келмейді, бірақ кейде су ішкім кеп тұрады. Ал педиатрлар дене бітімі енді қалыптасып, жетіліп келе жатқан жеткіншекке уақытылы тамақ ішіп, ұйықтау парыз дейді. Медицина тұрғысынан жасөспірімдерге ораза ұстағанды біз құптамаймыз және шақырмаймыз. Мұның бірден бір себебі, жасөспірімдер бұл жас организм, дамып жатқан, өсіп жатқан организм екенін естен шығармаған жөн. Оқушының ораза ұстағаны олқылық емес әрине. Оқуда озат болғаны маңызды. Санат Нұрбай, Қобланды Өтегенов, Еуразия 1 арнасы.